денеге әсер еткен күшпен жүрген жолы арқылы дененің массасын қалай анықтауға болады? Есеп. Дене 16 ньютон күш әсерінен түсу сызықты қозғалады. Жүрген жолының уақытқа тәуелді теңдеуі берілген. S тең 10-5 плюс 2 квадрат метр. Дененің массасын анықтаңдар. Есептің берілгенін жазамыз. F тең 16 ньютон, S тең 10-5 плюс 2 квадрат метр. Дененің массасын анықтаймыз. Суретте денеге әсер еткен күшпен үдеудің бағыты көрсетілген. Біз алдымен дененің А үдеумен қозғалғандықтан бір қалыпты түзу сызықты үдемелі қозғалыстың S орын ауыстыруының теңдеуін жазамыз. S тең S0 плюс V0 плюс А квадрат бөлінген 2. Бұл теңдеуді есептің шартында берілген дененің жүрген жолының уақытқа тәуелді теңдеуімен сәйкестендіреміз. Сонда V0 бастапқы жылдамдықтың орнында 5 метр секунд тұрғанын көреміз. Ал үдеудің орнында А бөлу 2-ның 2 метр секунд квадрат екенін көруге болады. Бұдан үдеудің А тең 4 метр секунд квадрат екенін табамыз. Ары қарай Ньютонның екінші заңын жазамыз. А тең F бөлінген М. Осы теңдеуден дененің массасын табатын теңдеуді аламыз. М тең F бөлінген А. Дененің массасын анықтау үшін дененің күшін 16 ньютонды бөлеміз 4 метр секунд квадрат үдеуге. Сонда дененің массасын 4 килограмм екені шығады. Жауабы дененің массасы 4 килограмм.